Ертеде бір кедей жолаушылап жүріп, иесіз дала мен бұхар шаһарына келіпті. Қалаға кірген бетте ол тұп-тура ханның сарайына барады. Ханның аузы үйіне киімін шешіп, жайланып, қоржыннан азығын алып жей бастайды. Хан жендеттері әлгі жолаушының ешқайда мойнын бұрмастан тіке ханның үйіне кіргенін көріп, қайран қалады. Сасқандарынан не қыларын білмей тұрып, ақырында жолаушыны қуа бастайды. Жолаушы: "Қумаңдар, кішкене демалған соң өзім-ақ кетемін" дейді. "Сен бұл арада нағып отырсың" деп ашуланып сұрайды күзетшілер. "Тамақтанған соң 2 сағаттай дем алып жөнелем" дейді жолаушы. Күзетшілері ханға барып жағдайды баяндайды. Хан келіп: "Ей, әдепсіз кедей, менің сарайым саған қонақ үй емес" деп айғай салады. "Бұл сенің үйің, сарайың ба? Бұхардың ханы, айтшы, бұл сарайда сенен бұрын кім тұрды?" деп ханнан асықпай сөз сұрапты. "Менің әкем тұрды" депті хан. "Сенің әкеңнен бұрын кім тұрды?" деп сұрайды жолаушы тағы. "Бұл үйде менің атам тұрды" депті хан. "Атаңнан бұрын кім тұрды" дегенде, "Атамның әкесі тұрды" депті. "Сенен соң бұл сарайда кім тұрады?" деп жолаушы сұрағанда, "Менің балам тұрады" дейді. "Ал сенің балаңнан кейін кім тұрады?" "Менің немерем тұрады. Құдай бұйырса, менің тұқымымнан әйтеуір біреу тұрады да" деп хан жауап беріпті. Мінекей, байқасаңыз, бұл сарайда бір адамнан соң бір адам тұрады екен. Олай болса, сіздердің бәріңіз бұл сарайда қонақсыздар. Ашуланған хан ойланып тұрып нөкерлеріне: "Жолаушыға тамақ сый беріңдер" деп әмір қылыпты. Жолаушы тамағын жеп дем алады да: "Мен жолаушымын, маған мұндай сый керек емес. Дүние мүлік адамға жолдас болмайды. Бәріміз де бұл өмірге келген қонақпыз. Сондықтан әркім Құдайдың өзіне берген несібесіне қарай көреді" деп сыйдан бас тартыпты. Бұған хан разы болған екен.